Қайырлы таң, әлемнің ең үздік университеттерінде білім алуға лайық көрермен. Шетелге оқуға түсу бойынша пайдалы кеңестердің бүгінгі шығарылымы ұсыным хатқа арналады. Атайтып тұрғандай, белгілі бір позицияға, универ болсын, жаңа жұмыс орны болсын, сіздің кандидатураңызды қолдап, сізді ұсына отырып жазатын хат. Оны кім жазу керек? Ұсыныс хатты жазып беретін адам сіздің осы өтініш беріп жатқан бағдарламаңыздың саласында беделі бар адам болса жақсы болады. Сізді сыни көзбен сынай алатын, сіздің қабілеттеріңізді білетін адам жазып берген дұрыс. Ойымша, үш қоятын мұғалімдерге жаздырмаған дұрыс, жаздырмаған. 5 қойған немесе сені жақсы көреді ау дейтін мұғалімдерге жаздырған дұрыс. Өйткені ол кісілер барынша жақсы пікір қалдыруға тырысады. Туыс-туысқандардан, жақын адамдардан ұсыным хат қабылданбайды. Ұсыным хат тек академиялық саладан және қызмет саласынан адамдардан ғана қабылданады. Өкінішке орай ұсыным хат оқуға түсудің маңызды құжаттардың бірі, талап етілетін құжаттардың бірі. Егер ұсыным хат ұсынылмаса, тапсырылмаса, онда ондай үміткердің құжаттары мүлдем қарастырылмайды. Енді сол хаттың құрылымына келсек. Кіріспеде хатты жазатын адам үміткер екеуінің байланысын, бір-бірін қайдан қалай танитынын қысқаша түсіндіруден бастайды. Одан соң негізгі бөлімде үміткердің өзі куә болған жақсы қасиеттеріне акцент қояды. Интеллектуалдық, шығармашылық қабілеттері, ұжымда жұмыс істей алуы, сыни тұрғыдан ойлап шешім шығара алуы, табандылығы, көшбасшылығы, жұмыс этикасы және жұмыстан тыс не сабақтан тыс әрекеттері тағы сол сияқты. Бірақ бұл сипаттамалар талапкер баратын оқу бағдарламасына байланысты болу керек. Физикаға түсетін студент үшін орта мектептегі мәнерлеп оқу сайысындағы жетістігін жазу оның мүмкіндігін арттырмайды. Және әр сипаттама тиісінше болған жағдаймен таза мысалмен қоса қағаз бетіне түскен абзал. Мысалы, жай Асқардың ұйымдастырушылық қабілеті бар деп қысқа қайырғаннан гөрі, Асқардың ұйымдастыру қабілетінің мықтылығын мектепішілік футбол чемпионатын сәтті ұйымдастырғаннан байқадым деп жазсаңыз болады. Ал қорытындысында дәл сол білім ордасында, дәл сол позицияда талапкердің зор жетістікке жететініне, оның арма мақсаттары мен осы жолдың үйлесім табатынына сенім білдіреді. Және сұрақтар шыға қалса, байланысыңыз деп жұмыс істеп тұрған байланыс ақпараттарын қалдырып кетесіз. Бұл хатты жазу қалай қиын болса, оны жазып беруін сұрау да сондай күрделі дүние. Жазып бере салыңызшы дейтін оңай зат болған жоқ. Ол кісіге барып, мән-жайдың барлығын түсіндіріп, мен осындай жоғары оқу орнына тапсырайын деп жатырмын. Мүмкін болса, сізге мүмкіндік болса, сіздің қолыңыздан келсе, осылай жазып берсеңіз қалай қарайсыз деген секілді сұраған болатын. Жалпы мектеп кезінде мен белсенді оқушы болғандықтан, өзімнің оқушы жөніндегі орынбасарына жаздырттым мектептегі. Сол кісі әдемілеп тұрып жазып берді. Ал екінші ол сол кезде белсенділердің көшбасшысы болды. Ол кезде жас отан ғой деймін. Сол кісіден алдым. Өзің жақсы болуың керек. Мысалы, сен белгілі бір сабақта, немесе белгілі бір курста жақсы нәтижеде болуың керек. Не болмаса, өзіңнің артықшылықтарыңды білдіре алатындай. Сонда сен бұл кісіден жаңағы уайымдамай сұрай аласың, маған жазып бере аласыз ба деп. Сен өзің жақсы болсаң, ешкім саған жазып беруге қарсы болмайды деп ойлаймын. Негізі ұтымдысы ол белсенді әрі экстраверт болған дұрыс. Бірақ интроверттерге де әрине алуға болады. Бірақ ол кісілерге сәл келісу керек. Мұғалімдермен жазып бере аласыз ба деген сияқты. Барынша белсенді болсаңыз, ұсыным хат жазып беретін адамдар да көп болады. Кейбір профессорлар айтуы мүмкін. Сен өзің жаңағы маған жазып бер, қалай не істеп жазайын деген сияқты талаптарыңды айт, мен соған байланысты жазып берейін деуі мүмкін. Студенттердің ұсыныс хатты өздері жазып, адвайзердің қолын қойғызып алған, ол әрине орынсыз мәселе. Олай істеуге болмайды. Өйткені қабылдау комиссияның мүшелері тәжірибесі бар адамдар, профессорлар көп жылдан осындай нысандарды тексеріп келе жатқан адамдар, жыл сайын олар көптеген ұсыныс хаттарды оқиды. Сондықтан осындай жағдайларды олар тез анықтайды. Сондықтан сіз үшін жаны ашитын адам болу керек. Ұсыным хатты жолдау көбіне 3 түрлі жолмен жүреді. Біріншісі, дайын ұсыным хатты өзіңіз порталға жүктейсіз, не оны сізге жазып беретін адам корпоративті поштасы арқылы өзі жолдайды. Ал үшінші жолы хат авторына университет тарапынан бірегей сілтеме жіберіліп, сол сілтеме арқылы хатты ұсыналады. Бастысы қарбалас болып жүріп, дедлайн өтіп кетпеу керек. Болды, бәрі осы. Ұсыным хаттарыңыз мол, мүмкіндіктеріңіз көп болсын. Оянда дамуға ұмтылыңыздар.